Бүгінгі сабақ тақырыбы дауыс қоюдағы вокалдық техникалар. Сабақта қамтылатын мәселелер: көмейді босату жаттығулары, дауыс күші, дауыс шарықтауы, дауыс тембрі қуатының төзімділігі мен бояуы сапасын жоғарылатуда Стрельниковтың тыныс алу жаттығулары. Дауыс диапазонын кеңейту, дауыстың шарықтауы, жағымды ашық бояуы, сыңғырлау сапасын жоғарылатуда дауыс жаттығуларын үйрету. Бірінші, көмейді босату жаттығуы. Көмейді босату жаттығуы сабақ басталмас бұрын жасалады. Бұл жаттығуды жасауда көмей босайды, ауыз еркін ашылады, дауыс диапазоны кеңейеді, көмейді шығарма орындауға дайындайды. Жаттығуды орындау әдісі. Ерін мен тіл қатысынсыз төменгі жақты іле отырып, көмейді босатамыз. Жаттығу біртіндеп жоғары тонға көтерілу және төменгі тонға түсу арқылы жасалады. Наша река широка, как ока. Сөйлемін жай мәнерлеп, сұрақ қою, жауап беру түрінде айтамыз. Көмейді босату жаттығуының жасалу жолымен таныс болайық. Келесі бейнематериалға назар аударамыз. Наша река широка, как ока. Дальше повторяем ту же самую фразу со знаком вопроса. Наша река широка, как ока. И отвечаем утвердительно. Да, наша река широка, как ока. Итак, запомнили. А дальше вы говорите эту чистоговорку без участия губ и языка. Как это? Сейчас покажу. Освобождаете вашу гортань. Здесь все совершенно свободно. Нижнюю челюсть вы должны повесить. Она не будет участвовать в работе совершенно. И без участия губ и языка вы произносите нашу чистоговорку. Как это будет выглядеть? Далее со знаком вопроса. И утвердительно. Сначала вы произносите эту чистоговорку в среднем диапазоне вашего голоса, а потом постепенно повышаете диапазон. Как это будет выглядеть? Потом еще выше. Далее еще выше достигаете максимально возможной высотности вашего голоса и спускаетесь вниз. Чем вам это? Екінші, Стрельниковтың тыныс алу жаттығулары. Тыныс алу жаттығуларын жасауда дауыс күші нығаяды, дауыстың шарықтауы жетілдіріледі, дауыс тембрі қуатының төзімділігі артады, дауыс тембрі бояуының сапасы жоғарылайды, дауыс диапазоны кеңейеді. Тыныс алу жаттығуларын орындау тәртібі. Суретте көрсетілгендей, тынысты тек мұрынмен ішке алуды жаттықтыру қажет. Демді ішке алу шулы, тез, қысқа болу керек. Тынысты ішке алғаннан кейін ауыздан өздігінен еркін сыртқа шығару керек. Алынған демді шығару жеңіл әрі енжар болу керек. Қатты дауыстап шығаруға болмайды. Тыныс алу жасалынған жаттығумен қатар жүру керек. Тыныс алу жаттығусыз, жаттығу тыныс алусыз болмауы тиіс. Барлық тыныс алу жаттығулары саптық адымдау екпінінде болуы қажет. Әр қозғалыс 8 рет, араға 5 секунд салып тыныс алып, 4 рет қайталанып жасалуы қажет. Ойша саналады. Тыныс алу жаттығуларын тұрып, отырып орындауға болады. Тыныс алу жаттығулары: алақан жаттығуы, погончики жаттығуы, мысық жаттығуы, иықты құшақта жаттығуы.
Тыныс алу жаттығуларының жасалу жолдарымен таныс болайық. Бейне материалға назар аударамыз. Алақан жаттығуы. Алақанымызды көрсетеміз. Тынысты алумен қатар алақанымызды қысып, жұдырық жасаймыз. Жаттығуымызды бастаймыз. Погончике жаттығуы. Қолымыз беліміздің тұсында тұрады. Иығымызды тік ұстаймыз. Қолымызды төмен қарай сермей, күшпен итереміз, саусақтарымызды алшақтатамыз. Жаттығуымызды бастаймыз. Мысық жаттығуы. Орнымызда тура түзу тұрамыз. Қолымызды белдің тұсында ұстаймыз. Жаттығу жасауда аздап тізе бүгеміз, қайтадан түзелеміз. Табанымыз орнынан қозғалмауы тиіс. Аздап оңға солға жүрелей алақанымызбен қармай жаттығамыз. Басымыз да бірге оңға солға бұрылады. Жаттығуымызды бастаймыз. Иықты құшақтау жаттығуы. Қолымыз кеуде тұсында тұрады. Қолдарымызды бір-біріне қарама-қарсы лақтыра, шынтағымыз біріккенге дейін жаттығамыз. Басымызды сәл артқа серпейміз. Жаттығуымызды бастаймыз. Үшінші, дауыс жаттығуы. Дауыс жаттығуын жасауда дауыс диапазоны кеңейеді. Дауыс жағымды шарықтайды. Дауыстың тембрлік бояуы жақсарады. Дауыстың сыңғырлау сапасы артады. Дауыс жаттығуының жасалуы. Тілді төмен түсіріп, жұмсақ таңдайды көтере отырып, оларды байланыстыру арқылы до мажор тональдігінен ыңға, риа бойынша дауыс жаттығуын жасаймыз.
Николя Манфрочи, Ариетта, «Сердце мое». Бүгінгі сабақта көмейді босату, Стрельниковтың тыныс алу, дауыс жаттығуларының түрлері қарастырылды. Назарларыңызға рахмет.